Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді ананас қосылған салаттың рецептісін ұсынамын. Алдағы жаңа жылға немесе мерекелік дастарханға жасасаңыздар болады. Бізге піскен тауық еті керек болады. Жақсылап, көбіктеп турап аламыз. Барлығын жақсылап турап алдық. Енді кезекте салатымызды әдемі етіп орналастырамыз. Ең астына майонезімізді жағамыз. Оның үстіне жәнегі туралған тауықтың етін жақсылап бір келкі алып салып шығамыз. Достар, егер де сіздер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, каналымның дамуына бір үлестеріңізді қоса отырып, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отырсаңыздар болады. Және де әлеуметтік желілерде осы рецепті достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Барлығын жақсылап салып алдық. Енді кезекте майонез жағып шығамыз. Одан кейін туралған ананасымызды саламыз. Ананасты ұсақ етіп турасаңыздар да болады, немесе осылай ірілеу етіп турап салсаңыздар да болады. Енді кезекте тағы да майонез жағамыз. Бізде салатымыз құрғақ болып қалмауы үшін әрбір қабатқа майонез жағып шығамыз. Және де піскен жұмыртқаны да дәл солайынан көбіктеп, яғни 4 бұрышты етіп турап алдым. Өз қалауыңыз бойынша осылай жасасаңыздар да болады, немесе ірілеу үккіштен өткізсеңіздер де болады. Ендігі қабатына жүгеріні саламыз. Достар, бұл жерде қатып қалған ешқандай грамм бойынша жасаған жоқпын. Барлығын көз мөлшерімен жасап шықтым. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Бұл салат өте дәмді болып шығады, және де сіздердің дастархандарыңыздың сәнін келтіретініне мен сенімдімін. Ең соңғы қабатына ірімшігімізді саламыз. Ірімшігімізді үккіштен өткізіп аламыз. Міндетті түрде сонда әдемі болып көрінеді. Достар, біздің салатымыз дайын, өте дәмді салаттардың бірі, және де жаңа жылға немесе мерекелік дастарханға өте таптырмас салаттардың бірі. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Ариана, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.